Сіз әлеуметтік желіде мүлде ештеңе салмайтын адамдарды байқадыңыз ба? Фото жоқ, сториз жоқ, мен осындамын деген бір белгі де жоқ. Қазіргі заманда бұл бір түрлі көрінеді, солай емес пе? Өйткені бүгінде бәрі өмірін көрсетіп жатыр. Қайда барды, не жеді, кіммен отыр, бәрі жария. Ал кейбір адамдар үнсіз. Көпшілік бірден шешім шығарады. Бұл адамның өмірі қызықсыз шығар. Мұның достары жоқ шығар. Әлде бірдеңеден қашып жүрген болар. Бірақ шындық көп жағдайда мүлде басқа. Психологияда бір заңдылық бар. Адам неғұрлым ішкі тірекке сүйенсе, соғұрлым сыртқы растауға мұқтаж болмайды. Яғни, өз құндылығын сезіну үшін оған көрермен керек емес. Ол өзін лайк арқылы емес, ішкі сезім арқылы бағалайды. Мұндай адамдар әлсіз емес, керісінше, іші мықты. Сіз бір сәт ойланып көріңіз. Сіз демалысқа шықтыңыз делік. Бір адам бірден телефонды алып бәрін түсіреді. Тамақты, орынды, өзін, жанындағы адамдарды. Ал екінші адам жай ғана отырады, телефон қалтада. Ол сәтке түгелімен кіріп кеткен. Ол жерде оның санасы бар, эмоциясы бар, өзі бар. Қайсысы шын өмір сүріп отыр? Ештеңе салмайтын адамдардың көбі өмірді экран үшін емес, өзі үшін сүреді. Олар мынау сториске жарай ма деп ойламайды. Себебі олардың санасында басқа сұрақ бар. Мен қазір не сезіп отырмын? Бұл өте маңызды айырмашылық. Психологияда мұны ішкі бағдар дейді. Яғни, адам өз өмірін сырттан бақылап емес, ішінен сезініп өмір сүреді. Ол өзін өзгемен салыстырмайды. Ол өз қуанышын дәлелдеуге тырыспайды. Өйткені оған оны растау қажет емес. Тағы бір маңызды фактор – жеке шекара. Ештеңе салмайтын адамдардың жеке шекарасы әдетте өте мықты болады. Олар бәрін жұртқа ашу міндет емес екенін біледі. Себебі кейбір нәрсе тым қымбат. Оны қорғағың келеді. Мысалы, шынайы қуаныш. Немесе ішкі ауырсыну. Немесе отбасың, балаң, жеке өмірің. Психологияда мынандай түсінік бар. Адам бір нәрсені көпшілікке жариялаған сәттен бастап, ол енді толықтай өзінікі болмайды. Ол реакцияға, пікірге, салыстыруға ашылады. Ал кей адамдар бұған саналы түрде бармайды. Бұл қорқыныш емес, бұл таңдау. Тағы бір нәрсеге назар аударыңыз. Мұндай адамдар лайкқа тәуелді емес. Олар үшін лайк эмоцияның өлшемі емес. Біреу басса жақсы, баспаса ештеңе өзгермейді. Себебі олардың менде бәрі дұрыс деген сезімі сырттан емес, іштен келеді. Бұл психологиялық тұрғыдан жетілген позиция. Сондықтан да оларда бір тыныштық бар. Сіз ондай адамдарды байқайсыз. Асықпайды, дабыраламайды, өз-өзін дәлелдеуге тырыспайды. Олар өз бар екенін үнсіз-ақ сезеді. Ал қазіргі заманда бұл өте сирек қасиет. Өйткені бүгінгі әлем адамнан үнемі көрін деп талап етеді. Көрсет, бөліс, дәлелде. Ал кей адамдар бұл ойынды ойнамайды. Тағы бір маңызды психологиялық себеп – назарға деген қатынас. Психологияда назар ең қымбат ресурс деп есептеледі. Назарын бәріне тарата беретін адам тез шаршайды, тез босап қалады. Ал ештеңе салмайтын адамдар назарын таңдап береді. Кімге, қашан, қанша. Әр пост бұл жеке кеңістікке шақыру. Әр сторис кел, ішіме кір деген белгі. Ал бәрін кіргізу міндет емес. Сол себепті олар таңдаулы. Бұл жетілу белгісі. Көбіне мұндай адамдар бір кезеңнен өтіп қойған. Өзін дәлелдеу кезеңі, салыстыру кезеңі, көрсету кезеңі. Бұл кезеңдер көп адамның өмірінде болады. Бірақ бәрі одан өте бермейді. Кейбірі сол жерде қалып қояды. Ал өткен адамдар тынышталады. Енді ең маңыздысын айтайын. Ештеңе салмайтын адамдар жасырынып жүрген жоқ. Олар жай ғана өз бар екен айқайлап дәлелдеуге мұқтаж емес. Егер осы сөздерден өзіңізді тансаңыз, бұл кездейсоқ емес. Мүмкін сіз де ішкі тыныштықты таңдаған шығарсыз. Мүмкін сіз де өмірді витрина үшін емес, өзіңіз үшін сүріп жүрген шығарсыз. Ал егер осындай ойлар сізге жақын болса, егер сіз де адамдарды, психологияны, мінездің терең қабаттарын түсінгіңіз келсе, егер сіз де осы шулы әлемде өзіңіз болып қалғыңыз келсе, каналға тіркеліңіз. Өйткені бұл жерде сіз өзіңізді танисыз. Сіз өз өміріңізді әлеуметтік желіде жариялайсыз ба?
пікірге жазыңыз.